оқушылар, бүгін сіздермен бірге 8-ші сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен Шәкәрім Құдайбердіұлының ұлы тақырыбына арналған тапсырмаларды, жаттығу жұмыстарын бірге орындайтын боламыз. Сабағымды бастамас бұрын, бұл сабақты көрмес бұрын, егер сіз менің YouTube каналыма тіркелмесеңіз, онда міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіз, және де менің каналымның тұрақты көрермені болыңыз дегім келеді. Және айта кетерлік бір жайт, мен ұсынған сабақтарды оқушылар соңына дейін міндетті түрде көріңіздер және лайк басып, комментарий жазып, мені қолдай отырыңыздар дегім келеді. Ендеше біз бүгінгі сабағымызға кірісейік. Бірінші тапсырма Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы айтып бер дейді. Мен сіздерге Шәкәрім Құдайбердіұлы қай жылы дүниеге келді, ол кім, қай жерде дүниеге келді, Абай мен Шәкәрімнің арасында қандай байланыс бар, соның барлығын ашып көрсеттім. Оқып алуларыңызға болады. Келесі екінші тапсырма Шәкәрім Құдайбердіұлы өмірбаянын негізге ала отырып, оқиғалар хронологиясын құрастырыңдар дейді. Бұл оқиғалар қазақ елінің дамуына қандай әсерін тигізді деп ойлайсыңдар. 1858 жылы Шәкәрімнің дүниеге келгеннен бастап, Шәкәрім атының ақталғанына дейінгі аралықтар, сол жылдарда не болды, соның барлығын сіздерге ашып көрсеттім. Бұл мәліметті сіздер кесте түрінде де өз дәптерлеріңізге түсіруге болады, немесе дәл осылай көрсетулеріңізге де болады. Анық дәл айтылған ақпараттар сіздердің назарларыңызда. Келесі үшінші тапсырма тарихтағы Құнанбай, Абай, Құдайберді, Шәкәрім бейнелеріне мінездеме беріңдер. Олар елдің дамуына, қазақ елінің өркендеуіне қандай үлес қосты дейді. Мен сіздерге Құнанбай кім болды, Абай кім болды, Құдайберді және Шәкәрім кім болды, соны ашып көрсеттім, және де олар қазақ елі үшін қандай іс тындырды, қандай жақсылық жасады, соның барлығын жазып көрсеттім. Оқып, зер салып назарларыңызға ұсынып отырмын. Оқып, зер салып көрулеріңізге болады. Бізде төртінші тапсырма берілген үзіндіні пайдалана отырып Шәкәрім аудармаларымен танысыңдар. Мұғалімнің кеңесімен талдап айтып беріңдер дейді. Сіздерде үзінді берілді, ол әрине Шәкәрімнің аудармасы. Енді мен сіздерге нақты мәліметтер көрсеттім. Шәкәрім кімнің аудармаларын аударды, Дубровский әңгімесі, Боран аудармалары не туралы, соның барлығын жазып көрсеттім. Назар аударып қарауларыңызға болады. Бесінші тапсырма Шәкәрім және әдебиет, Шәкәрім және Алаш тақырыптары бойынша өздеріңіз ізденіп, ғылыми талдау жасап, шағын баяндама әзірлеңдер дейді. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, менің әзірлеген баяндамам бұл әрине Шәкәрім және Алаш тақырыбында болды. Оқып алуларыңызға болады. Келесі алтыншы тапсырмамыз Шәкәрімнің болыстыққа сайлануы туралы деректер іздеп, білгендеріңді айтып беріңдер дейді. Шәкәрім Құдайбердіұлының Шыңғыс болысындағы болыстық қызметі 4-5 жылда қамтыған болатын. Яғни Шәкәрім 1878, 1880 және де 87-88 жылдар аралығында болыс ретінде ел арасында танылып, үлкен қызметтер атқарды. Болыстық қызметте Шәкәрім ел арасындағы рулық жіктелумен партия бөлінумен күресті. Шәкәрімнің саяси көзқарасында мемлекеттік билік туралы ойлары ерекше. Земство басқару ісіне болыс Шәкәрімнің ойынша адал, оқыған, халқын ойлайтын, парақорлықтан ада адамдар сайлануы қажет деп санады. Жетінші тапсырма Шәкәрім және 20-шы ғасыр басындағы қазақ басылымдары тақырыбында әңгіме өрбітіңдер дейді. Енді білесіздер, 20-шы ғасыр басында біздің қазақ елінде Айқап, Қазақ, Абай, Қазақ тілі, Сарыарқа, Таң журналдары өте белгілі болды, және осы журналдармен, осы басылымдармен Шәкәрімді не байланыстырды, қандай шығармалар жарық көрді, қандай мақалалар жарияланды, соның барлығын сіздерге саралап көрсеттім. Міне назарларыңызға ұсынып отырмын, зер салып қарауларыңызға болады. 8-ші тапсырма Шәкәрімнің Бостандық таң атты өлеңінен берілген үзіндіден түсінген тарихи оқиғаны қорытып жазыңдар дейді.
яғни бұл бостандық таң атты өлеңі негізі 1917 жылғы революция кезеңіне сәйкес келеді, яғни сол кезеңде жарық көрген шығармалардың бірі. Енді сіздерге мен кішкене эссе түрінде жазып көрсеттім. Бұл бірінші шумақты әрекетсіз сіздерге талдап көрсеттім. Бұл бірінші шумақ нені айтты, неге күнді бейнеледі, неге күнді мынау басшылыққа алды деген сияқты, неге күнге ерекше назар аударды, және адамдар қандай қасиеттен ада болу керек, соның барлығын сіздерге ашып көрсеттім. Келесі 9-шы тапсырма: оқушылар Абай мен Шәкәрім шығармаларының жанрлық ерекшеліктерін салыстырыңдар дейді. Енді мен сіздерге Абай мен Шәкәрімнің екі өлеңін салыстырып көрсеттім. Оның біріншісі Абайдың Физули Шамси Сайқали деген өлеңі болса, Шәкәрімнің айтқан сөзі ауру-ғайым, жанға құмар, тауып айтқыш тәтті тіл сайраушылар. Байрон, Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Қожа Хафиз, Науаи, Физули бар деген. Енді Абай бұл өлеңде өнер білімді талап қуған шағының кезінде Физули, Шамси, Сайқали, Науаи, Сағди, Фирдауси, Қожа Хафиз сияқты ұлы шеберлерді өзіне үлгі тұтқан. Пушкин мен Лермонтовты өзіне үлгі тұтқан, осы батыс пен шығыс әдебиетінің өкілдерін өзіне ұстаз еткен, солардың шығармаларын өзінің жанына жалғау еткен. Дәл сол сияқты Шәкәрім де батыс пен шығыс елдерінің әдебиетін жақсы көрді. Пушкин мен Толстойды, Некрасовты ұстаз етті. Ол шығыс әдебиеттен Қожа Хафиз, Науаи, Физулиді жоғары бағалады. Пушкин мен Лермонтовты Абай қалай сүйсе, Шәкәрім де солай сүйді. Міне осы екі өлеңнің бір-бірімен ұқсастықтары. Келесі сіздерге Абайдың көңіл құсы құйқылы жыр шартарапқа деген өлеңімен мынау Шәкәрімнің ән өлшеуіш өлең, күміс қоспаңыз мыс аралас, артық алу не киім салу қапқа алу жарамас деген екі өлеңін салыстырып көрсеттім. Бұл жерде екі ақын, яғни ұстаз бен шәкірт, өлеңді өнер деп қасиет тұтқан. Міне оқушылар, сіздермен бірге Шәкәрім Құдайбердіұлына арналған тапсырмаларды орындадық. Сабақ сіздерге ұнады деген үміттемін. Егер сұрақтарыңыз болса, қайта комментарий бөліміне жазуларыңызға болады. Және де оқушылар мені қолдау мақсатында мен ұсынған әрбір сабаққа лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Егер менің YouTube каналыма тіркелмесеңіздер, онда міндетті түрде тіркеліңіздер. Өйткені мен сіздермен бір жыл көлемінде толықтай жұмыс жасайтын боламын. Яғни жыл аяғына дейін сіздермен өте жақсы жетістіктерге, нәтижелерге жетеміз деген сенімдемін. Және де мен ұсынған сабақтарды міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ал баршаңызға сәттілік тілеймін. Келесі сабақта кездескенше.